әлгі Рамадан Аль-Бутидің бір айтып беретін оқиғасы бар. Шам өлкесінде бір апа ауырып қалады. Ыстығы түспейді. Балаларды дәрігерді әкеледі, басқаны әкеледі, түспейді ыстығы. Сөйтіп, апа айтады, егер осы менің дертіме дауа таба алса, сол шейх қана табады, соны алып келіңдер дейді ғой. Шейхті алып келеді. Апаның ыстығы түспей жатыр, сізді шақырып жатыр, жүріңіз. Дәрігерлерді апардыңдар ма? Апардық, бәрін қараттық, емдеттік, ыстығы түспей жатыр. Келсе, жаңағы апа сұрайды дейді. Балам-ау, мен күнде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам түсімде көретін ем. 2-3 күн болды көре алмай жүрмін. Не болды деп уайымдап ыстығы көтеріліп жатыр. Күнде түсінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көретін адам. Көре алмай қалғаны үшін ыстығы көтеріліп ауырып жатыр. Әлгі бір сахабаның жылап келгенін білесіздер ғой. Я Расулалла, жәннатқа кірген тағдырда да сен жоғарыда боласың ғой пайғамбарлармен бірге. Мен кірген тағдырда да сені көрмесем, халім не болады деп уайымдап келе жатыр, қараңызшы. Жәннатқа кіруді уайымдап тұрған жоқ. Жәннатқа кіргеннен кейін сені көре алмасам, несі жәннат оны деп тұр. Ана апамыздың да уайымын қараңыз. Ыстығы түспей жатыр. Неге? Неге түсімде көрмей қалдым мен? Күнде түсімде көруші едім ғой пайғамбарды. Мен сізге жауап бере алмайды екем дейді. Бірақ осы оқиғаны шәкірттеріне келіп айтқан кезде, шәкірттері, я шейх, қалай көреміз дейді ғой енді. Сонда оларға бір тәжірибе жасайды. Үйіне әкеп, жаңа 2-3 шәкіртті қондырып, түнде тамақ беріп, тұзды тамақты, су бермей, шай бермей, жатқызады. 2-3 күн қайталанған кезде нені көреді? Түнімен су көріп шықтық дейді. Неге? Адам ынтық болған кезде, қатты құштар болған кезде, жаны сол нәрсені қатты қалап тұрған кезде, о түсіңе де кіреді ол. Қазақ етті қатты жақсы көреді ғой деп ойлаймын да. Жесең тісіңе, жемесең түсіңе кіреді дейді ғой. Түске кіретін деңгейде адам жаны қалау керек. Сол кезде кіреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды көргің келіп, соншалықты жаның қалады ма сенің? Сондай деңгейдесің ба? Түсіңе кіру әбден мүмкін. Және өзінің сүйіншісі бар. Кімде-кім мені түсінде көрсе, ол өңінде көргендей дейді. Шайтан менің бейнемде келе алмайды дейді. Алла тыйым салды оған дейді. Ал енді сұрақ туындайды. Ешқайсымыз көрген жоқпыз ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, иә? Қайдан білеміз, ол ма, ол емес па? Бұл жерде сезім. Әрқайсының фотороботын жасайтын болсаң, әртүрлі бейне шығуы да мүмкін. Хадистерде бірақ сақталған. Қасы қандай еді, көзі қандай еді, мұрны қандай еді, шашы қалай еді, денесі қандай еді, іші мен қарны бірдей еді, жүрісі қалай еді. Ешбір пайғамбардың жаратылысы олай сақталмаған. Ешбір пайғамбардың сирасы олай сақталмаған. Тіпті пайғамбарлардың қабірде белгісіз қайда екендігі. Біздің пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның барлығы нәрсесі сақталған. Келбеті де, сүннеті де. Махаббат пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға деген сахабаларды сондай деңгейге алып барды. Ухудтағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның тісі сынған, естіген табиғиндар тісін сындырғандар болған. Бір тіссіз жүрген болса пайғамбар, мен қалай кәміл тіспен жүрейін деп. Бұл ауыр, адам көтер алмайды бұл нәрсені. Қалай сонда? Есі дұрыс па? Ол енді тағдыр ғой енді. Бұл өз-өзінің тісін сындырып атқан не істеп? Ол махаббат ол. Ол үшін Алланың алдына барған кезде ол сұралама, сауап алама, ол бізге беймәлім. Ол махаббат. Махаббат адамды жынды қылады. Мәжнун атауын не үшін алды? Ләйләні сүйгендіктен. Ләйләні соншалық жақсы көргендіктен мәжнун деді, жынды деді. Иттің табанын сүйгеніне есі дұрыс па? Ләйләнің басқан жерін басты мекен деп тұр ол. Иттің табанын сүйіп жатыр ол. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға деген махаббат тісін сындыруға. Бәлкім бұл тіс емес шығар, мына тіс шығар деп. Одан кейінгі тісін. Бүкіл тісін сындырып шығады. Дәл сол тіссіз жүрген болса пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, мен ол тіспен қалай жүрейін? 63-тен асқаннан кейін Ахмад Яссауи неге жердің астына түсіп кетіп жатыр?
Ол кісі 63-тен асып күн бетін көрмесе, мен неге күн бетін көруім керек деп. Жердің астына өзіне хилвет жасап алып отыр. Ол махаббат. Айша анамыздан сұрайды келіп, Шурайх ибн Хани. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үйіне кіріп келген кезде бірінші не нәрсемен бастайтын еді, амалы қандай еді, не істейтін еді? Месуакпен бастайтын еді ісін дейді. Сырттан кіріп келді ма, үйдегілерді мен егер жағымсыз иіс шығып аузымнан қинап қоймайын дейді екен да, үйіне келе салысымен ауыз қуысын тазалайды екен. Месуакпен. Жаңағы нәрсеге тоқталып кетейік. Месуакпен тіс щеткасы. Екеуі де міндеті бір атқарылып атқан. Міндеті бір, ауыз қуысты тазарту. Заман өтіп, құралдар өзгере беруі мүмкін. Бірнеше жылдан кейін бір кішігірім бір таблетка шығуы мүмкін, аузыңа салып жіберсең, толықтай тазалай салатын. Не бір нәрселер пайда болып жатыр, иә? Тістің арасына тұрып қалған дүниені месуакта щеткада алмайтын жіптер шығып жатыр қазір. Және қош иісті ол. Айтқым келгені, екеуінің несі бір, міндетін атқару бір. Бірақ біздің Ханафи мәзһабында енді сүннет деп атау беру үшін бәрібір жаңағы сиваққа басымдылық беріледі. Ал жалпы міндетін атқару барысында екеуінікі де орын бірдей. Алар орны бірдей. Абу Муса ал-Ашари айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам месуак қолданып атқанда тілін тазалағанды да байқадым мен дейді. Тілімізде де кейде, мынау кішкентай балалардың тілін ашып қарасаңыздар қып-қызыл болады. Біздердікін ашып қарасаңыз, ортасы ағарып кетеді. Тіліңді ашып көрсетші деп те анау дәрігерлер қарайды ғой. Неге? Денсаулыққа да байланысты. Мынау аштықпен емдеу тәсілі бар ғой. Соған отырды бір кісі жігіт, өзі шәкірт еді, 10 күнге. 7 күн деген кезде мен тілін көрсетті. Жоғары жақтан төменге қарай, төмен жақтан жоғары қарай, кәдімгі кішкентай баланың қып-қызыл тілі секілді, тілі тазарып келе жатыр. Денсаулық әрбір нәрсені ауызға тыға береміз, сөйтіп зияны оның тілден де көрінеді екен тіпті. Сол нәрсе тілге де жиналып қалған дүние, ол да жағымсыз иіс береді, ол да аурулардың себебінен. Сол үшін оны да тазалап тұру сүннеттен болып саналады екен. Айша анамыз айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам месуак ауыз қуысын тазартады, Құдайды қуантады деген екен. Қараңыз, тек қана біздің тазалық үшін емес бұл, Алланың ризалығына бөлену үшін де бір себеп екен. Аллах Тағала ұнатады дейді. Месуак ауыз қуысын тазартуды ұнатады дейді. Абу Хурайра радиаллаху анху пайғамбарымыздан жеткізеді, тырнақты алу сүннетке отыру және кіндіктен төмен жақта түктерді тазалау, қолтықтың түктерін тазалау, мұртты басу, бұл нәрселер фитраттан деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде осы 5 амалды біріктіріп отырып айтады. Яғни жалпы адамзат жаратылысында әу бастағы фитратуллахи лати фатаран наса алейха, адам баласын Аллах Тағала бір фитрата жаратты. Әу бастағы жаратылысымыз бар, тазалық бар, ешқандай бұзылмаған. Әрбір бала сол фитрада туылады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді ғой. Әрбір бала фитратта туылады, таза болып туылады. Әке-шешесі оны не істеп алады? Яхуди қылып алады, насрани қылып алады, немесе жаңағы басқа нәрсеге табынатын қылып алады. Енді қараңыз, әке-шешесі оны мұсылман қылып алады деп атқан жоқ хадисте. Көріп жатсыздар ма? Яхуди қылып алады, насрани қылып алады, немесе отқа табынатын мәжуси қылып алады. Бірақ әке-шешесі оны мұсылман қылып алады деген жоқ. Неге? Себебі мұсылмандық бұл фитрамен бір екеуі. Бір нәрсе. Екеуі бір нәрсе. Фитраттағы дүниелермен
исламның талап етіп отқан нәрселердің барлығы бір. Себебі бұзылған жоқ. Ана кітаптар бұзылды ғой адамдардың қолынан. Өзгертілді емес па? Бұл өзгертілмегеннен кейін әу бастағы жаратылыста тазалық, сол жердегі фитра сізде сақталатын болса, ол исламмен бір болып келеді. Көп кісілер дінді қабылдаған кезде байқасаңыздар, әсіресе мұсылман еместер, сізбен бізге қарағанда көбірек көз жеткізеді. Біз әшейін еліктеп, кішкентай кезімізде мұсылманбыз деп жүре береміз көбіміз. Олар көз жеткізіп барып, неге? Себебі фитратқа сәйкес кеп тұр. Шынымен ғой дейді. Ақылға салсаң осылай ғой деп, тіпті өзінің осы күнге дейінгі ішінде жүрген сұрақтарына жауап табады. Себебі адамзаттың әу бастағы жаратылысындағы тазалыққа әбден сәйкес келеді. Біріншісі мисуак болатын болса, ол жөнінде айтып кеттік, ауыз қуысын тазарту. Екіншісі